Қазақ айтушы еді, көрпеңе қарай көсіл деп. Достар, менің көсілген көрпем Ақжүніс Жақсылыққызы. Көптің жалпы сыртқы келбетіне келетін болсақ, дизайны біреуге мүмкін ұнайды, екінші біреуге ұнамауы мүмкін, достар. Әрине ешкімнің талғаммен біз таласпаймыз. Жалпы ұзындығы 4772 мм-ді құрайды, ені 1820 мм-ді құрайды және биіктігі 1492 мм-ді құрайды. Алдыңғы дөңгелек пен артқы дөңгелектің ось аралығындағы қалшықтық 2760 мм-ді құрайды, достар. Яғни бұл дегеніміз толыққанды D классы автокөлікке жатады. Көліктің жерден биіктігі 125 мм-ді құрайды. Бұл дегеніміз, яғни тау тасқа арналмаған көлік. Оны ескергеніміз жөн болады, достар. Көлік толыққанды диодтық оптикамен жабдықталған. Мұнда арнайы радиатор торы Мазераттиге ұқсас қана. Тұманға арналған жарықтың орнын бекітіп қойған. Мұнда бізде 17 дюймдік дисклер орналасқан және өзімізге соңғы кездері көп белгілі болып аты шығып жүрген Шаоянг резиналармен қапталған болатын. Көлік ешқандай баламасы жоқ, 1,5 литрлі қозғалғышпен жабдықталған. Әрине, қазіргі таңдағы әртүрлі Қытайлар секілді, бұл да 1,5 литрлі қозғалғышпен менің мына көзім секілді турбинаны қосып берген болатын. Бұл турбина сізге ешқандай үлкен бір мотивация немесе күш-қуат береді деп айта алмаймын, достар. Көліктің бойындағы 136 күштің, яғни Қазақстан үшін жарияланған 136 атпен бірге, оның жанында сізге CVT, яғни вариатор қорамын қосып береді. Ол 200 Нм бұл жерде басымдық береді. Сондықтан да біз қала ішінде қозғалып тұру үшін 136 ат күші және жаңағы айтқан турбина мүмкін жеткілікті, бірақ менің өзім жеке пікірім, үлкен жолдары трассада аз-маз жетпей қалуы әбден ықтимал. Қозғалтқыш және қорап жайында басқа айтатын ештеңе жоқ. Ең бастысы белгілі болғандай CVT, яғни вариатор осы күнге дейін 3 және 4-ші рет жақында модернизациядан толыққанды өткен болады. Модернизация дегенде сіз физикалық, механикалық тұрғыда деп ойлап қалмаңыз, ол тек қана программалық, яғни бағдарламалық жадынама соларды орнату арқылы ғана жаңарып отырған болатын. Көліктің артқы келбетіне келетін болсақ, мұнда да толыққанды диодты оптикамен жабдықталған. Кішігірім Audидан ұрлаған ба, мүмкін солай шығар. Әрине, сұлбасы мүмкін лифтбэк болғандықтан Қытай өзінің ішінде Seahol A5 деп сатылатын автокөлік біздің Азия елдеріне JAC G7 деп кірген болатын, достар. Яғни бұл алдағы уақытта VAC, яғни Audi бөлімімен ешқандай да бір конфликт болмас үшін біздің Қазақстанға сол атпен кірген болатын көлік. Багаж бөліміне келетін болсақ, толыққанды 540 литрді құрайды. Яғни бұл Кобальттың багажынан кең бе, әлде жоқ тар ма, ол жайында пікірге қалдырып кетіңіздер, достар. Көріп тұрғаныңызда менде мұнда біраз заттар сиіп кеткен болатын. Әрине, егер артқы салонның орындықтарын жатқызатын болсақ, багаж бөлімі одан армен арта түсетіні белгілі. Жаздың күні мен ары-бері жүрген кезде бала-шағама таптырмас тапшаны орнатып қойған болатын осы жерге. Ең алғаш 2019 жылы Қытайда Seahol A5 деп сатылып бастаған JAC автокөліктері Қазақстан нарығына 2020 жылдан бастап Comfort және Comfort Plus болып екі жиынтықта кірген болатын. Comfort, яғни бұл механикалық қораппен кірген болса, Comfort Plus бұл вариаторлы қораппен бірге жиынтықталатын. Сонымен қоса 2021-2022 жылдары Comfort Plus жиынтығының қасына Luxury жиынтығы бірге кіретін болды Қазақстанға. Әлбетте осы сәтте Comfort, яғни алғашқы кездегі механикалық қораппен жұптасатын автокөліктер Қазақстанға артық кірмейтін болды. 2022-2023 жылдың сәуір және мамыр айларына дейін біздің Қазақстан нарығына Comfort Plus және Luxury жиынтығындағы автокөліктер толыққанды кіріп отырды. 2023 жылдың қазан айларында Luxury New, яғни жаңа Luxury жиынтығындағы автокөліктер кіре бастады. Бұл дегеніміз, яғни Қытайдағы A5 автокөлігінің толық жиынтығы біздің Қазақстан кіріп сол кезде басталды деген сөз. Яғни менің дәл қазіргі таңдағы ұсынып жатқан автокөлік Қазақстан нарығындағы ең максималды жиынтықтағы Luxury жиынтығындағы автокөлік болатын болса, ал Қытайда бұл орта жиынтықтағы автокөлік болып есептелінетін. Қазіргі таңда біздің Қазақстанда 2024 жылдың қазан айынан
дәл қазіргі бүгінгі 2025-тің сәуір айына дейінгі аралықта 107 көлігі әлі де салондарда сатылып жатыр. Олар әрине бізде лакшери және лакшери new жиынтықтарындағы автокөліктер болып табылады. Лакшери new автокөліктерінің қазіргі біздің таңда ұсынып жатқан лакшериден айырмашылығы толыққанды лакшери newдің 360 камера орналасқан және алдыңғы артқы орындықтарында жылыту, рөлді жылыту. Сонымен қатар ол жиынтықта бізде толыққанды панорамалық төбесі айна бар болып орналасады. Енді сіздермен автокөліктің жалпы ішкі салон жайында сөз қозғайтын боламыз. Достар, мұнда өзінің бағасына сай барлығы классикалық тұрғыда өте комфортты жүйеде орналасқан деп есептеймін. Яғни бізде саймандар приборы цифрлы тұрғыда, планшет мониторымыз бар. Бұдан артық комфортқа басқа не қажет болады? Комфорт демекші, біздің панеліміздің жоғарғы беті толыққанды жұмсақ материалмен қапталған және астыңғы қабаты да толыққанды жұмсақ материалдармен қапталған болады. Есік қапталдарына келетін болсақ, жоғарғы жағы қатып қалған пластик, оның төменгі жағы осы қатар толығымен жұмсақ материалдармен қапталған болады. Яғни былғарының алмастырғыш дермантин деп айтсақ болады бір сөзбен айтқанда. Бұл бізде толыққанды мультируль болып есептелінеді. Мультирульдің түсініксіз бір жағдайы бар, оны мойындауымыз керек. Аудио системаны баптау үшін батырмалар мына жақта да бар, оң жақта да бар, сол жақта да бар. Яғни екі жаққа шашырап орналасқан. Дәл сол секілді борт компьютерді басқару үшін батырмаларды екі жаққа шашыратып орнатқан. Мүмкін қытайлар үшін сол ыңғайлы шығар. Автокөліктің алдыңғы терезесінің жоғарғы бөлігінде бізде арнайы сезгіш құралдар орналасқан. Ол жерде бізде жарықты сезгіш құралы және жаңбырды сезгіш құралы бар. Жарықты сезгіш құралына қатысты менің ешқандай айтар дауым жоқ. Өте керемет жұмыс жасайды. Күн қараңғы батқан кезде, сәл қараңғы жерлерге кірген кезде, туннельдерге кірген кезде бірден жарық шамдарын қосып, бізге айдан анық жолды көрсетіп бере алады. Және сол секілді керісінше күн жарық болған кезде немесе жарық жерге келген кезде қайта дер кезінде сол жарық шамдары өшіп үлгереді. Бірақ мен айтқым келгені жаңбырды сезгіш, яғни сезу құралдары дұрыс жұмыс жасамай ма, әлде менікі сондай ма білмедім, бірақ мен пікірлерді көп естіп жатамын. JAK 107-нің жаңбыр сезгіш сенсорлары сәл ақмақтау жұмыс жасай ма, сондай бар енді. Оған дәйек ретінде айта кетейін, жаңбыр жай жауып бастаған кезде біздің алдыңғы қатарда тереземізді тазалаушы спыртқыларымыз баяу жұмыс жасайды, біресе тез жұмыс жасайды, білмедім. Нөсер жаңбыр жауған кезде ол керісінше жай жұмыс жасап қалады, кейде қатты жұмыс жасап кетеді, білмеймін, төбеден бір келіп шелектеп су құйып жатқандай. Сондықтан менің жаңбыр сезгіш құралдарына басқа айтар шағымым жоқ, бірақ мен бұны сездім. Бізде автокөлікте бұдан басқа люк орналасқан. Люк толыққанды 100%, яғни ашылып жабылады. Екі режимде жұмыс жасайды, жартылай ашып қою немесе толығымен ашып тастау деген секілді. Онымен қатар бізде есік қапталының бүйірінде орналасқан барлық 4 терезені де автоматты түрде түсіретін батырмалар орналасқан. Біздегі 4 терезенің барлығы автоматты түрде түсіп және көтерілетін болады. Орталық консоль жайында айтатын болсам, мұнда бізде планшет монитор орналасқан. Осы планшет мониторының ішіне барлық баптаулар енгізілген. Яғни автомобильге қатысты бүкіл дүниені осының ішіне енгізіп қойған. Яғни ауаны баптау, көліктің жалпы тіпті терезені сүрту, жуу деген секілді. Онымен қоса, мынау люктің да кейбір функциялары осының ішіне кіріктірілген. Әрине барлығы сенсорлы тұрғыда. Бұл кішкене ыңғайсыздық туындатады. Әсіресе жол жүріп бара жатқан кезде сіз сенсорды іздеп отырасыз ба, жоқ әлде назарыңызды жолға бересіз бе? Түсініксіз. Сонымен қатар планшеттің астыңғы бөлімінде 2 USB порт орналасқан. Бірінші USB портты барлық фильмдер, аудио материалдардың барлығын флешка арқылы осы мониторға беруге болады. Екінші USB порт бұл бізде телефонды қуаттауға арналған. Мен оны Type-C қосымшасына айналдырып қойдым. Келесі кезекте бізде мұнда 12 вольттық ұяшық бар. 12 вольттық ұяшыққа Xiaomi-дің арнайы құрылғысын орнатып, оны да мен 2 телефон қуаттауға арналған USB порт жасап қойдым. Сонымен қатар астыңғы бөлімде бізде арнайы бокс бар. Біз бұл жерге телефон салып қойымызға болады, немесе телефоннан бөлек кілтті де салып қойға болады. Төменгі қатарда старт-стоп жүйесін басқаратын арнайы батырмасы бар. Қораптың селекторы мұнда орналасқан. Қораптың селекторы әр режимді таңдаған кезде сол режимге сәйкес арнайы жарық шамдармен жанатын болады. Жанында бізде апаттық батырма, содан кейін бізде мына жерде көлікті стабилизация, яғни тұрақты ұстап тұратын арнайы батырма қосып өшіру үшін жасалған. Келесі кезекте мүмкін бұл Қытай нарығындағы жүрген жиынтықтарға арналған батырма болуы мүмкін, немесе біздің Қазақстанға осы 2025 жылдан бастап кірген Luxury New
жиынтығындағы автокөліктердегі арнайы батырма болуы мүмкін. Ол қандай батырма екені менде белгісіз, сондықтан пікірге қалдырып бөліссеңіздер болады. Келесі кезекте бізде мұнда электрондық тежегіш, автохолд жүйесі бар және 2 стақан қойғыш. Мына ұяшықтың не үшін екенін мен түсінбедім. Білсеңіздер, пікірде бөліссеңіздер болады. Сонымен қатар арнайы бізде иық тірегіш бар. Иық тірегіштің астында бізде бокс орналасқан. Қажетті болған заттарыңызды осында салып қоя аласыздар. Осы көліктің ішінде салонда ең қатты ұнаған және басқа көліктерде мен көрмеген дүниенің бірі бұл мына жерде арнайы USB порттың болуы. Осы USB порттан кабель арқылы мен өзімнің арнайы видеорегистраторымды жалғап қойдым. Яғни кабельді әр жерден тықпақтап немесе мынаның астынан үстінен жүргізіп жүрудің қажет жоқ. Міне біздің видеорегистратор үшін USB портты шығарып қойған. Бұл үшін қытайлықтарға лайк. JAC G7 автокөлігін сатып алуға ниеттеніп жүрген жігіттер және қыздар, сіздің назарыңызға. Егер бойыңыз 175 сантиметрден биік болатын болса, бұны 2-3 рет ойланып барып көлікке сатып алуды шешім қабылдағаныңыз дұрыс болады. Оған себеп ретінде айтайын, менің бойым 180 және мен бұл автокөлікте отырған кезде, әсіресе ұзақ жолға жүретін кезде, мен өзімді кішкене жайсыз сезінемін. Оған себеп ретінде біздің автокөліктің рөлі тек қана жоғары және төмен ғана бапталады. Өзіме және өзімнен кейін бапталу мүмкін емес. Бұны қарастырмаған екен қытайлар. Сәйкесінше мен автокөлікте аяғыма ыңғайлы болу үшін орындықты барынша соңына жіберуім керек болады да, міне енді мен комфорт сезіндім. Бірақ менің қолым рөлге дұрыс бармайды, яғни жетпей қалды. Рөлді кішкене өзіме тартып алу мүмкіндігі жоқ деген сөз. Сондықтан да бұл кішкене ыңғайсыздық туындатуы мүмкін. Қала ішінде әрине біліне бермейді, бірақ ұзақ жолға шыққан кезде мен орындықты барынша соңына жіберіп, аяғымды созып демалдыру үшін біраз еңкейіп отыруым керек болады, достар. Салонның артқы бөліміне келетін болсақ, егер дәл жаңағы секілді менің жүргізушімнің бойы 1,80 см болады және оның арқасында отырған жолаушының бойы 1,80 см болатын болса, онда менің тізелерім орындықтың арқасына тиіп кішкене ыңғайсыздық туындатуы мүмкін. Бұл ұзақ жолдарға шыққан кезде адамды шаршатады және мез етіп жіберуі мүмкін әрине. Сондықтан да енді қазіргі таңда бұл әркімнің жеке өзінің физикалық тұрғыдағы мүмкіндіктеріне байланысты болып қалған дүние болып табылады. Биіктігіне келетін болсақ, әрине төбеміз кішкене тиіп тұруы мүмкін. Мен жаңа айтқандай бойыма сәйкес, себебі бізде мұнда люк бар. Люк болған жерде біздің төбеміз кішкене төмен орналасады. Сонымен қатар салонның артқы бөлімінде бізде мұнда ауа желдеткіш бар. Оның астында 2 USB порт бар, 5 вольт және 2,4 ампер үшін. Орталық бөлімде 2 стақан қойғыш орналасады және иық тірегішіңіз болады, достар. Қалай, там кеттік пе? Қорыта келе, достар, мен айтқым келетіні JAC G7 көлігі бұл сізге спорттық көлік емес. Немесе дәл сол секілді бағдаршамнан ана бағдаршамға басып жүріп, тайраңдап басып қалатын көліктердің қатарынан табылмайды. Бұл жай ғана көтеріңізді А нүктесінен Б нүктесіне тасымалдайтын жоповозка деп айтсам болады. Сол секілді көлікке 1 жылға жуық иелік еттім. Мен осы уақытқа дейінгі жаман, жақсы деп айтатын ешқандай бір қасиеттерін тапқан жоқпын, шыны керек. Жақсы деп, керемет деп те айта алмаймын, жаман деп, нашар деп те айта алмаймын. Себебі уақыт көрсетеді барлығын. Қазіргі таңда мені барлығы бір сөзбен айтқанда қанағаттандырады. Ең бастысы, достар, біз бұл көліктерге қандай жағдаймен отырып жатқанымыз белгілі барлығымызға. Әне біреу отырып кобальтке мініп отыр. Міне біреу, екінші біреу осы көліктерге, үшінші біреу Қытай қана көліктеріне ғана шамасы жетеді деген секілді. Бұның барлығы не себептен болып жатқаны ол сізбен бізге айдан анық, достар. Егер жағдайымыз жетіп жатса, неге барып Бавариядан барып көлік алып келмеске деген секілді.